Көп әйелдер циститті жай ғана суық тию деп ойлайды, бірақ шын мәнінде оның себептері мүлде басқа. Неге цистит әйелдерде жиі қайталана береді? Бүгін біз осы туралы сөйлесеміз. Яғни, цистит неге пайда болады және оны қалай алдын алуға болатынын қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мухатат. Зәр шығару жолдарының әйелдердегі ең жиі кездесетін ауруларының бірі цистит, яғни қуықтың қабынуы. Бұл ауру кез келген жаста пайда болады. Циститтің негізгі себебі зәр шығару жолдарының инфекциясы. Көп жағдайда оның қоздырғышы шамамен 80% ішек таяқшасы болып табылады. Дені сау қуықтың шырышты қабаты түрлі инфекцияларға төзімді келеді. Ал аурудың дамуына не әсер етеді? Ең алдымен гигиена ережелерін сақтамау, қоғамдық монша немесе бассейнге бару. Сонымен қатар циститтің пайда болуына қатты суық тию, зат алмасудың бұзылуы және ұзақ уақыт бойы антибиотиктер қабылдауда себеп болады. Цистит кезінде адамда мынандай жайсыз белгілер болады. Жиі дәретке барғысы келеді. Зәр шығарғанда ашып, күйдіріп ауырады. Іштің төменгі жағы сыздайды. Кейде қуық толық босамағандай сезім болады. Және дәретке барғысы келіп тұрса да, шын мәнінде зәр шықпайды. Кейбір әйелдерде бұл белгілер ұзақ уақытқа созылып, үнемі мазалап тұрады. Цистит көзге көрінбейтін жау сияқты. Адамның күнделікті өмірін қиындатып мазасын алады. Неліктен оны жеңу қиын? Көптеген әйелдер тампондар мен контрацепция құралдарын қолданады. Олардың көмегімен зәр шығару жолдарына бактериялар түседі. Сонымен қатар, әйелдердің зәр шығару өзегі ерлерге қарағанда қысқа, және ол тік ішекке жақын орналасқан, ал ол жерде бактериялар көп болады. Менопаузадан кейін, яғни климакс кезінде, әйел ағзасында эстроген гормоны азаяды. Бұл гормон зәр шығару жолдары мен қынаптың шырышты қабатын қорғайды. Ол азайғанда шырышты қабат жұқарады, құрғайды. Табиғи қорғаныс әлсірейді. Пайдалы бактериялар азаяды. Сондықтан зиянды бактериялар оңай көбейіп, цистит жиі пайда болады. Жүктілік немесе гинекологиялық операциялардан кейін жамбас ағзалары, яғни қуық пен жатыр, сәл төмен түсіп кетуі мүмкін. Соның салдарынан қуық толық босамай, зәр ішінде қалып қояды. Ал қуықта қалып қойған зәр бактериялар үшін өте қолайлы орта. Сол себепті инфекция дамып, цистит пайда болады. Циститті емдеудегі негізгі мәселелердің бірі антибиотиктерге төзімді бактериялардың болуы. Кейбір бактериялар антибиотикке үйреніп алады, сондықтан дәрі әсер етпей қалады. Антибиотик ішкенде зиянды бактериямен бірге пайдалы бактериялар да жойылады. Содан кейін қуықтың қорғанысы әлсіреп, жаңа зиянды бактериялар қайтадан оңай түседі. Осылайша ауру қайта-қайта қайталана береді. Бұл бір тұйық шеңбер сияқты. Жалпы аурумен күресуге болады, бірақ емді дұрыс жасау керек, және ем бірнеше маңызды міндеттерді шешуге бағытталуы керек. Яғни, антибактериалды терапия арқылы қоздырғышты жою, асқынулар мен қайта пайда болудың алдын алу, өмір сапасын жақсарту. Аурудың жедел кезеңінде, яғни бел мен іштің төменгі жағында ауырсыну, жиі зәр шығару, күйдіру сезімі болғанда пациенттерме мына ұсыныстарды беремін. Бірінші, цистит кезінде көп сұйықтық ішу керек. Көп су ішкенде зәр жиі шығады, қуықтағы бактериялар жуылып сыртқа шығады. Қабыну азаяды. Яғни, су табиғи түрде тазалайды. Екінші, шөптен жасалған шайларды ішу. Мысалы, ит мұрын тұнбасы, дәріханаларда арнайы сатылады. Бұл қабынуға қарсы әсер береді, иммунитетті күшейтеді, зәр айдауға көмектеседі. Сондықтан ағза инфекциямен жақсырақ күреседі. Сонымен қатар цистит кезінде клюква, брусника шырыны да өте пайдалы. Осы жидектер бактериялардың қуыққа жабысып қалуына кедергі жасайды. Зәрді сәл қышқылдандырады, бактерияларға қолайсыз орта тудырады. Сол себепті циститте өте пайдалы. Цистит кезінде кофе, алкоголь және тәтті газдалған сусындарды ішпеу керек. Неге кофе ішуге болмайды? Себебі, кофе қуықты тітіркендіреді. Зәр шығарғанда ауырсынуды күшейтеді. Жиі дәретке баруды көбейтеді. Ал алкоголь ағзаны сусыздандырады. Иммунитетті әлсіретеді. Қабынуды күшейтеді.
Газдалған сусындардың құрамында қант көп, яғни ол бактерияларға қорек болып табылады. Ал газ қуықты тітіркендіреді, қабынуды күшейтеді. Сонымен қатар диетаны да қатаң түрде ұстау керек. Маринадталған, ысталған, ащы тағамдарды шеттеп, тағамды суда қайнатып, буға пісіру өте маңызды. Себебі қуырылған тағам қуықты тітіркендіреді. Майлы, ащы тағам қабынуды күшейтеді. Ал буға піскен тағам жеңіл қорытылады және зияны аз. Циститті емдеуде өсімдік негізіндегі дәрілер жиі қолданылады. Мысалы, цистон құрамында 7 түрлі дәрілік өсімдік сығындысы бар. Ол микробтарға және қабынуға қарсы әсер етеді. Циститті антибиотиктермен бірге емдегенде, бұл препарат емнің тиімділігін арттыруға көмектеседі. Қолдану тәсілі де ыңғайлы. Күніне 2 рет 2 таблеткадан қабылданады. Таңертең және кешкі уақытта. Назар аударыңыз. Цистон препаратын 2-3 апта курспен қабылдау ұсынылады. Себебі бұл өсімдік тектес дәрі және оның әсері біртіндеп дамиды. Бұл препарат 18 жасқа толмағандарға, жеке көтере алмаушылық, яғни аллергия болғанда және бүйректе 9 мм-ден үлкен тастар болған жағдайда қолдануға болмайды. Ауырсыну белгілері пайда болса, оны нұсқаулық бойынша қабылдап, дәріханалардан сатып алуға болады. Циститтің асқынулары қандай болуы мүмкін? Статистика бойынша. Әйелдердің 20-25% өмірінде кемінде 1 рет жедел циститпен ауырады. Олардың әрбір үшіншісінде 1 жыл ішінде ауру қайта қайталанады. 10%-ында цистит созылмалы түрге ауысады. Цистит асқынса пиелонефритке алып келеді. Бұл бүйректің ішкі бөлігі қабынатын ауыр инфекциялық ауру. Инфекция қуықтан бүйрекке өтіп, бүкіл ағзаға әсер ететін ауыр асқыну болып табылады. Неге ол қауіпті? Бүйрек бұл ағзаның сүзгісі. Ол қанды тазартады. Егер ол қабынса, ағзада уыттар жинала бастайды. Жалпы жағдай нашарлайды. Инфекция бүкіл ағзаға әсер етеді. Яғни цистит кезінде қуық қабынса, пиелонефрит кезінде бүйрек қабынады. Емделмесе, бүйрек қызметі бұзылады. Инфекция қанға өтіп, өте ауыр жағдай туғызады. Ұзаққа созылса, созылмалы түрге айналады. Сондықтан циститтің қайта асқынуын қалай болдырмауға болады? Суық тиюден сақтану, ұзақ уақыт суық суда болмау, интимдік гигиена құралдарын шамадан тыс қолданбау, тар синтетикалық іш киім кимеу, зәрді ұзақ ұстамау, қуықты толық босату, уақытында дәрігерге қаралу. Цистит көп әйелдерде қайта-қайта қайталануы мүмкін ауру. Сондықтан оны тек 1 рет емдеп қана қоймай, дұрыс ем алып, дәрігер бақылауында болу өте маңызды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.